Баршаңызға сәлем, менің бүгінгі жаңа әрі пайдалы видеома қош келдіңіз. Бүгінгі видео өте қызықты болады, себебі осы өмірде біз үшін жаратылған нығметтердің бірі Алланың табиғаттағы сыйы болған тұман құбылысы жайында сөз қозғағым келіп отыр. Өзім 2 баланы тәрбиелеп отырғандықтан, оларға ненің пайдалы, ненің зиян екенін әлі де зерттеп келемін. Солай балалармен бір күні серуендеп шыққанда менде осындай сұрақ пайда болды. Тұман кезінде серуендеу балаға зиян емес пе деген. Содан бастап көп мамандардың кеңесін іздене отырып, оның ешқандай зияны жоқ, керісінше пайдалы екенін білдім. Тұманда серуендеу ол сізге де, балаға да пайдалы. Себебі тұман табиғи ылғалдандырғыш. Үйде күнделікті қосып қоятын ылғалдандырғыштан да мықты әсер береді. Теріңізді жақсартып, жас қалпыңызды сақтауға көмектеседі. Тұман неге тегін табиғи ингаляция дедім? Бронхты шығару үшін, ингаляция жасау үшін небулайзерді пайдаланатынымыз анық. Ол небула деген тұман дегенді білдіреді. Яғни бұл аппарат табиғи тұманның техникалық түрі десе де болады. Сондықтан тұман астында серуендеуден қорықпаңыз. Тұман қалай пайда болады? Тұман ауадағы су буларының суық ауа қабаттарымен кездескенде конденсацияланып, өте ұсақ су тамшыларына айналуынан пайда болатын табиғи құбылыс. Ол көбінесе түнде немесе таңертең жер беті суығанда, ылғалдылық жоғары болғанда, өзен, көл, теңіз маңында жиі пайда болады. Тұман тек көлік жүргізушілерге қолайсыздық тудыратын құбылыс емес. Оның қоршаған ортаға тигізетін пайдалы әсерлері де бар. Біріншіден, ауадағы ылғалдылықты сақтайды. Тұман топырақ пен өсімдіктерге ылғал береді. Бұл әсіресе құрғақ аймақтар үшін маңызды. Кейбір шөлді жерлерде өсімдіктер тұманнан суды сіңіріп, тіршілігін сақтап қалады. Екіншіден, ауаны тазартады. Тұман су тамшылары арқылы ауадағы шаң тозаңды, түтінді, зиянды газдарды өзіне сіңіріп, ауаны тазартуға көмектеседі. Үшіншіден, климатты жұмсартады. Тұман күн сәулесін бөгеп, күндізгі ыстықты төмендетіп, түнгі суықтан қорғауы мүмкін. Төртінші, жануарлар мен өсімдіктер үшін пайдалы. Көптеген ормандар мен таулы аймақтарда тұман өсімдіктер мен жануарлар үшін су көзі болып табылады. Кейбір жануарлар, мысалы жәндіктер мен құстар, тұманнан шыққан су тамшыларын ішеді. Тұманның адам ағзасына пайдасы. Тұманның адамға жағымды әсерлерінің бірі, егер ауада шаң тозаң көп болса, тұман оны басып, балалардың тыныс алу жүйесіне жағымды әсер етеді. Сонымен қатар, тыныс алу жолдарының инфекцияларының алдын алады. Тұмау, фарингит, ларингит, бронхит, пневмония, бронхиалды астма, созылмалы обструктивті өкпе ауруы, мұрынның қабынуы, суық тию сияқты көптеген ауруларды табиғи жолмен емдеуге көмектеседі. Егер балаңыз тұманды ауада ұзақ жүрсе, жылы киінгені дұрыс. Ал жалпы алғанда, табиғаттың бұл құбылысы бізге ауа мен топырақтың ылғалдылығын сақтауға көмектесіп, экологияға оң әсер етеді. Бүгінгі пайдалы ақпаратым ұнаса лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар менің арнамнан әртүрлі бағыттағы пайдалы видеоларымды қарасаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау білдіргеніңіз үшін алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.